Қайырлы күн, пайдалы кеңестер арнасының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге аяқты көтеріп жатудың пайдасы жайлы айтатын боламын. Видеоны мұқият тыңдап достарыңызбен бөлісе отырыңыз, олар да біліп жүрсін. Аяқты көтеріп жатудың пайдасы бұл денсаулықты жақсартуға көмектесетін қарапайым, бірақ тиімді жаттығулардың бірі. Аяқты көтеру тек аяқ-қолдың ғана емес, бүкіл дененің, әсіресе жүрек-қан тамырлары жүйесінің жұмысын жақсартуға ықпал етеді. Бұл жаттығу денсаулыққа көптеген оң әсерлер береді. Аяқты көтерудің пайдасы: 1. Қан айналымын жақсарту. Аяқ-қолдың қан айналымы нашарлауы мүмкін, әсіресе ұзақ уақыт бойы отыру немесе тұру кезінде. Аяқты көтеру қанның жүрекке қайтуын жеңілдетеді, бұл аяқтардағы қанның тұрып қалуына жол бермейді. Бұл әсіресе варикозды тамырлар мен қолқа ауруларының алдын алу үшін пайдалы. 2. Ісінулерді азайту. Күннің соңында аяқтардағы ісіну жиі байқалады. Аяқты көтеру дененің төменгі бөлігінен сұйықтықтың жоғарғы бөліктеріне, жүрекке жақын жерлерге қайтуына көмектеседі, бұл ісінуді азайтады. Әсіресе ұзақ уақыт бойы отырған немесе тұрған адамдар үшін тиімді. 3. Артық салмақпен күрес. Аяқты көтеру жаттығулары қол, аяқ және іш бұлшықеттерін нығайтуға ықпал етеді. Бұл жаттығу кезінде калорияларды жағу мен метаболизмді ынталандыруға көмектеседі, артық салмақты жоғалтуға ықпал етеді. 4. Арқа мен белдің ауырсынуын азайту. Аяқты көтеру арқа мен белдің бұлшықеттерін босатуға көмектеседі. Бұл жаттығу арқадағы қысымды азайтады және белдің ауырсынуын жеңілдетеді. Бұл әсіресе күн бойы ұзақ уақыт бойы отырған немесе тұрғанда арқа ауырсынуына ұшырайтын адамдар үшін пайдалы. 5. Жүрек пен өкпе жұмысын жақсарту. Аяқтарды жоғары көтеру жүрекке қанның көбірек келуіне мүмкіндік береді, бұл жүрек жұмысының жақсаруына әкеледі. Сонымен қатар бұл жаттығу өкпеге де оң әсер етеді, себебі ол оттегінің ағзаға тиімді түрде таралуына ықпал етеді. 6. Психологиялық пайдасы. Аяқты көтеру релаксация мен стресстен арылу үшін пайдалы жаттығу. Бұл жаттығу денені босаңсытып, көңіл-күйді жақсартады. Бұл әсіресе жұмыс немесе күнделікті өмірдегі стресстен кейін тынығу үшін жақсы әдіс. 7. Бұлшықеттерді нығайту. Аяқты көтеру кезінде дененің төменгі бөлігіндегі бұлшықеттер, аяқ, жамбас және арқа жұмыс істейді. Бұл бұлшықеттерді нығайтып, үйлесімділікті арттыруға көмектеседі. Әсіресе бел мен жамбас аймағындағы бұлшықеттерді жақсартуға ықпал етеді. 8. Ішкі ағзалардың жұмысын жақсарту. Аяқты көтеру ішкі ағзалардың, әсіресе асқазан мен ішектің жұмысын жақсартады. Бұл ас қорыту жүйесінің белсенділігін арттырып, ішек қозғалысын ынталандырады. Аяқты көтеру жаттығуларының түрлері. 1. Аяқтарды көтеріп жату. Жатып, қолдарыңызды денеңіздің жанында ұстаңыз, аяқтарыңызды біртіндеп жоғары көтеріңіз. Аяқтарды 90 градус бұрышта ұстап, бірнеше секунд ұстаңыз да қайта төмен түсіріңіз. 2. Аяқтарды көтеріп жатып, жамбасты көтеру. Жаттығуды орындаған кезде аяқтарыңызды көтеріп, сол уақытта жамбасыңызды да жоғары көтеруге болады. Бұл жаттығу жамбас пен іш бұлшықеттерін нығайтуға көмектеседі. 3. Қабырғаға аяқты көтеріп жату. Бұл жаттығу үшін қабырғаға отырып, аяқтарыңызды қабырғаға сүйеп қойыңыз. Бұл жағдайда аяқтарыңыз жоғарыда, ал денеңіз горизонтальды болады. 4. Аяқты көтеріп отырып, қолды жамбасқа қою. Бұл жаттығуды орындау кезінде аяқты көтеріп, денеңізді тік ұстаңыз. Бұл жаттығу бел мен аяқ бұлшықеттерін белсендіреді. Аяқты көтеру жаттығулары көптеген денсаулық пайдасын береді. Оның ішінде қан айналымын жақсарту, ісінуді азайту, арқа мен бел ауырсынуын жеңілдету, жүрек пен өкпе жұмысын жақсарту және психологиялық тұрғыдан босаңсу бар. Бұл жаттығуларды күнделікті өмірге енгізу оңай және тиімді, әсіресе ұзақ уақыт бойы отырған немесе тұрғанда денсаулығын жақсартқысы келетіндер үшін.